тақырыбымыз тригонометриялық теңсіздіктер. Балалар, біз осы уақытқа дейін тригонометриялық теңдіктерді өттік, енді теңсіздіктерді өтеміз. Теңдік және теңсіздік деген сөздерге таныс. Осы уақытқа дейін математиканың базалық курсы барысында теңдіктер шығардық, теңсіздіктер шығардық. Енді тригонометрияда осындай теңсіздіктер бар. Енді бұны шығармас бұрын біз тригонометрияда функцияларға түсінеміз. Синус, косинус, тангенс, котангенс дейміз. Ең алдымен синус бойынша түсініп кетейік. Косинустың шеңберімен, тангенс осы шеңбері және котангенс. Мына жерде синус x біз білеміз, төрт ширектерде қарастырылады. Сол себепті периодты неше аламыз? Үнемі 2π деп аламыз, өйткені төрт ширектерде қарастырамыз. Синустың таңбаларын айтыңдаршы. Бірінші қай ширекте? Бірінші ширекте плюс, минус, минус. Яғни бірінші мен екінші ширекте таңбалары о, 3 пен 4-те теріс. Косинус қай ширекте оңданған? Бірінші ширекте және төртінші ширекте 2 мен 3-те теріс. Тангенсше 1 мен 3. Мына жерде теріс. Мына котангенс 2 мен 4. Тура сондай, теңсіздікте. Енді балалар, біз осы синусты қарастырған кезде мына жер былай аламыз. Яғни тура мына жерде синустың мәні 0-ге тең. Енді теңсіздікте мысалға синус x үлкен метең түбірасты 2 бөлінген 2 десе, түбірасты 2 бөлінген 2 десе, біз мысалы ол түбірасты 2 бөлінген 2 дегеніміз қандай ма? Пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4 мысалы мына жерден алсақ, пи бөлінген 4 деп. Мен айттым ғой, синус мына жерде 0 деп. Яғни біз бірінші және екінші ширекте абсцисса параллель сызамыз да. Енді мына жердегі нүктені анықтау үшін балалар бізге маңызды емес. Біз синус пен косинусте осы ережені ұстаймыз. Яғни мына жерде пи азайтылған альфа, мына ширектегі нүктені анықтау үшін пи қосылған альфа, ал мына нүктеден тура осы жерде минус альфа деп алынады. Яғни біз мына теңсіздік шешетімізде нақты нүктелерін анықтау үшін ең алдымен мынандай теңсіздік берілгенде біз мына жердегі бұрышты шығарып аламыз. Мына жерде түбірасы 2 бөлінген 2 дегенім жаңа өзгеректе пи бөлінген 4. Ендеше тура сол мәнді қоямыз пи бөлінген 4. Тура сол мәнді қарама-қарсы таңбада да қоямыз араға. Минус пи бөлінген 4. Ал енді мына жердегі мәнді табу үшін не істейміз? Осы пи бөлінген 4-ті пиден азайтамыз. Ендеше қанша шығады? 3π бөлінген 4. Енді төртінші ширектегі нүктені тура осыдан анықтау керек. Мына жерде керісінше пиге мына альфа бұрышты қосса, былай қарай ол өспейді. Ал былай қарай функция кемпейді. Ендеше осы пи бөлінген 4-тен де үлкен дейді. Яғни ол жерде мына аралық сызылады. Және бағыттың аралығын жазғанда сағат тіліне қарама-қарсы айтамыз. Сонда мына жерден басталып пи бөлінген қарай. Сосын бізде мынандай ережесі бар. Басы ұшынан кіші болу керек. Басы қалай басталды сонда? Пи бөлінген 4 қосылған. Неше болады? Пи ма 2π ба? 2π. Не себепті? 2 ширектеде 4 ширектеде қарастырып. Міне пи бөлінген 4-тен 3π бөлінген 4-ке дейін. 4-ке дейін. Міне синусты қарастырды. Енді тағы да мысал келтіріп жіберейік. Косинусқа. Мысалы, косинус тура осы ережені ұстаймыз. Косинус x кіші не тең минус 2-ден 1-ден. Қай ширекте бұл мән? минус 2 мен 3 ширектен қарастырамыз. Біз 1-ден қанша анау? Бұрыш неше градус? Пи бөлінген 3. Ендеше бірінші ширекте ол пи бөлінген 3. Тура осы қарама-қарсы не болады? Минус пи бөлінген 3. Мына жердегі мән ше? азайтамыз. Пиден азайтсақ 2 пи бөлінген 3. қай ширекте қарастырылады? Минус. Екінші және төртінші ширекте, үшінші ширекте қарастырылады. Және кіші не тең дейді? Қай аралық? Кіші не тең болса, мына айтқан бар ма? Жоқ. Сол бар. Керісінше? Керісінше. Жоқ.
Былай? Иә. Басы мен ұшы дұрыс алынды ма? 3 пи бөлінген 4, бидесі бөлінген 4. Дұрыс. Ана жақта да алын. 3 пи бөлінген 4 қосып алын. Сынды. Косинус x түбір астында 2 бөлінген 2, ол бізде 45 градус, яғни пи бөлінген 4. Минус түбір астында бөлінген 2. Ал енді минус болған екен, мына жақта минус пи бөлінген 4 болады. Мына жерде пиден азайтамыз, 3 пи бөлінген 4. Мына жерде пиге қосамыз, 5 пи бөлінген 4. Бізде минус шеректе қарастырылу керек. Сол себептен де мынау 2 минус шерек, мынау 3 пи бөлінген 4 пен 5 пи бөлінген 4-ті алдық. Енді кіші болғандықтан. Иә, кіші болғандықтан мына аралықты алдық, сағат тіліне қарсы. Енді бізде жаңағы басынан ұшы үлкен болмау керек, ол шартқа сай келіп тұр. Келесі дастан.